Алдымызда тұрған Ухуд тауы. Бұл тау ислам тарихында ерекше орын алатын тау. Бухари Муслимде келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хада джабал Ухуд, юхиббуна ва нухиббуху." Бұл тау Ухуд тауы. Ол бізді жақсы көреді, біз оны жақсы көреміз дейді. Бұл тауда ерекше орын алатын исламдағы тарихы бар тау. Яғни бұл жерде хижраның, яғни көштің 3-ші жылы үлкен шайқас болады мүшриктермен, құрайыштықтармен. Сонда құрайыштықтардың саны 3000 болады, ал мұсылмандардың саны 700-ақ болады. Сол жерде мұсылмандардан 70 сахаби шахид болады. Солардың ішінде ең құрметтілерінен Хамза ибн Абдул Мутталиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкесі болады. Одан да бөлек Мусаб ибн Умейр, Анас ибн Надр, сол сияқты сахабилер, Абу Дуджана, ислам дініндегі ең батыр сахабилерден. Анас ибн Надр ол Аллах тағалаға уәде берген сахабилерден, уәде беріп, уәдесінде тұратын мұсылманның еркектерінен болған. Осы Ухуд тауының маңында шахид болады. Бұл жерді қазір біз әрине соғыс болған жерде емеспіз. Сондай патшалық сол Ухуд тауының етегінен осындай әдемі саябақ ашып берген. Тегін осы жақта келіп қыдырып барбекю жасауға болады. Қысы жазы осындай көкпеңбек болып тұрады, бір жақсы жер.